Елімізде осы жылы, яғни 2024-те бірінші қыркүйекке барған бала саны 3.900.000. Оның 306.000 оқушысы алғашқы қоңырауға қатысып, бірінші сыныпқа барғандар. Енді ойлаңызшы, 20 жылдан кейін елімізде қаншама неше түрлі маман иелері шығайын деп тұр. Қазір оқушылар үшін барлық жағдай жасалған. Мысалы, Алматыда сары мектеп автобустары күн сайын қаладағы 30 мектепке 8.000 оқушыны тасымалдайды. Біздің кезімізде мұндай болған жоқ қой. Мысалы, сары автобус тек телевизордан көретін едік. Хотя телевизорда болған жоқ. Ал мен Ғазизбін. Мен осы көліктің жүргізушісімін. Шопыр деген как-то некреативно, но я их личный водитель. Менің жұмысым тек бір сыныпты ғана мектептен үйге тасимын. Ата-аналарым мені жеке жүргізуші ретінде жалдады. Қосымша жұмыс, қартайғым келмейді. Сол себепті жастармен күнде жарты күнімді бірге өткіземін. Ағай, асып кеттік қой. Ал, бұймай. Қазір. Сәл артқа. Ал, келдік. Ағай, сіз бізді басқа клиенттермен не перепутали случайно? Бұл Русия. Айналасын күлдіремін деп өзі күлгіге қалатын оқушы. Сабақты орташа оқиды, үйдің кенжесі. Қолы ашық. Ана ойланып кеткенмін ғой. Давай, сәттілік. Ағай, Симпсондар мультсериалын бәрі біліп көрсетіп жүр екен ғой. 2026-та не болады екен білесіз ба? Иә, білем, мен 42-де боламын. Бұл Мадина. Мазасыз, болмайтын нәрсені көп уайымдайды. Тәртіпсіздікті ұнатпайды. Барлық нәрсені білгісі келетін оқушы. Сіз сабаққа барыңдар, тез кешігесіңдер. Алло? Да, я вам на почту отправил. Вы видели? Ага, посмотрите, пожалуйста. Ал бұл ботагөз. Көп ірі компаниялармен әлеуметтік желіде жұмыс жасайды. Әр нәрсені жетірет өлшейтін оқушы. Сау болыңыз, ағай. Сәлеметсіз, ағай. Ой, то есть сау болыңыз, ағай. Ятнай, қалай кірек ұйықтап қалғанымды білмеймін. Саида, отличница. Өте қарапайым. Ата-анасы батыстың адамдары, өтірік айтатындар жақтырмайды. Мектептегі және әлемдегі жаңалықтың барлығын бірінші біледі. Конечно, түнімен сикпок пана, хип-хоп пана, сондай бірдеңелер қарайсыңдар, сосын ұйықтамайсыңдар. Давай, сәттілік. Ладно, рахмет, сау болыңыз, ағай. Сау болыңыз, ағай. Сау бол, Тамирис. Тамирис, старосты классы. Адамдармен тез тіл табысады. Өз мақсатына жетпей қоймайды. Бірнеше тілді біледі. Әділдікті жақсы көреді. Айтпақшы, бауырға деген сезімі сөніп қалған. Сау болыңыз, ағай. Пока. Бұл Дана, 15 жаста. Отбасылық шағын кафенің иесі. Ол өзінің жігерлі мінезімен, сурет салу және қол өнер қабілетімен ерекшеленеді. Ал мынау бауыр, ақылды. Әрдайым өз ойында қалады. Тек әкесі екеуі тұрады. Ол соңғы оқу жылына дейін Тамириске сезімін білдіргісі келеді. Но енді пока что не получается. Енді сен ғой Данаға прикол ұстап. Қыз ғой енді біраз ақырынан болу керек. Енді менде қыздарға деген подходым сондай шығар. Қасет? Не? Қазақстан кен байтар және сыймай жүрсің ба не? Бақтияр, душа компания. Жақсы оқушы. Но ойы чуть-чуть таяздау. Керек кезінде телефон өшіп қала береді. Бауырдың барлық мінезін көтереді. Жеріміз кем болса, әлем бойынша нешінші орындамыз ол, а? Бұл қасиет. Сабақты өте жақсы оқиды. Ақылды, әрі тиімді идеялар көп айтады. Егерде біреу сұрап атса енді. Білім десе ішкен асын сатып жіберіп, кітап алатын оқушы. Оны любой дурак біледі ғой енді. А сен білесің ба? Жоқ, мен не? Любой дурак дейсің ба не? Бұлай поддержка өсем нормально ма? Осылай поддерживать етші одной. Поддерживаю тебя, твой позвоночник. Соны біл. Кім? Қоя салшы сен, пожалуйста. Енді дұрыс айтады ғой. Ё-моё. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Дәл уақытында келдіңіз, Баян Жомартқызы, отырыңыз. Біз профсоюзге осы жолы ақшаны наличкамен жинап бастаған едік. Сіз қашан тапсырасыз? Уже ма? Қазір болмай тұрғаны ғой сол. Бұйырса бүгін тапсыруға тырысайын енді. Ертелік айтқанда ғой. Меруерт, список сенде ме? Иә, менде. Бүгінгі тапсырғандарды бүгінгі датамен жазыңызшы, а то бәрі перепутаться етіп кетті. Жақсы. Баян Жомартқызы, алдымызда емтихан келе жатыр дегендей.
Осы жылы мектебімізден қанша түлек кетеді, қанша қалады, білмейміз. Қадағалайсыз деп ойлаймын. Жақсы түсіндім. Оқушыларыма ескертемін. Рахмет, құрметті ұстаздар. Әр жылы мектебімізден үздік түлектер шығып жатыр. Ол енді, конечно, бірінші очередь менің арқам. Сіздердің де арқаларыңыз. Сол үшін жақсы жұмыс істеп, беделімізді түсірмей, ары қарай үздік жұмыстармен көрінеміз деп ойлаймын. О, келдіңдер ма? Білесің ба? Всегда бірінші мен келемін. Келесі жылы староста. По-любому мен болатын шығар. Кстати, сен келесі жылға қалатын болдың ба? Ертең айтам. Саламатсыңдар ма, оқушылар? Қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма? Отырыңдар. Оқушылар, шаруа былай. Барлықтары несиеген азаматсыздар. Жалпақ тілмен түсіндіріп айта берейін, е? Емтихан уақыты болса кеп қалды. Қалай өзі, дайынсыңдар ма? Томирис, кім биыл 9 бітіріп кетеді, кім келесі жылы қалады, солардың тізімі керек маған. Қазір қандай пән? Қазір геометрия. Рита апай келген шығар, я? Я бағана ол кісіні көргенмін. Емтихан уақытында балалар білмей жатқан сұрақтарың болса, бір-бірлеріңе көмектесіп, поддержать етіп отырыңдар, я? Жеке бастарыңды ойламаңдар. Ертең мектеп бітіргеннен кейін барлықтарың бір-бірлеріңді сағынасыңдар әлі. Мен қазір машина шақырып қойып едім, банкке ұшып барып келейін, я? Айтпақшы, Жандос, сен неге кеше ата-аналар жиналысы болатын ескертпегесін? Айтқанда ұмытып кеттім, апай. Жақсы, Жандос, мен сенімен келгеннен кейін сөйлесемін. Сендер балалар өздерің асықпай дайындала беріңдер, жақсы ма? Күндеріңіз сәтті өтсін. Жандос, қызықсың сен. Неге ұмытып кете бересің? Уже үйренетін уақытың келді ғой. Бүгін басыңды ұмытпадың, сол шүкір ғой. Как раз едем скоро. Дайындалу керек, по идее. Иә, сол жағын ойлау керек. Сәлеметсіз, бір сәтсіз кетесіз бола ма? Қазір кішкене келдіңдер. Прикинь, родной. Экзаменде шығып қойған емес па? Былай істеп отыр, қазір кеше бір лайфхак көрдім. Кеше қалай? Не болды досым? Сразу шпал деп көзін жайнап кетті. Баха, бір компот алсаш, пожалуйста. Кел де өзін ал. Енді артынан жүріп жүрейін. Стас. Томирис тұрып отыр ма? Өзіме бер салам. Жақсы. Кешіршін, күнбей алдым ше. Ештеңе етпес. Бәрі нормально дейсің, Иә. Мен көп тұн ала. Қазақстан кейін байта және өзін шимай берсін ал. Томи, не сенің компотың? Рахмет. Мен Бахаға айттым ой саған емес, сен қызықсың. Андере суға сүпінек, үстіңді кірлетіп жүрсің. Бәрі нормально ғой, ештеңе етпес. О, фигня. Қазір Баян апай Жандосты сындырат. Блин, вот бы Баян апай заболела и не пришла на урок. Бұл Жандос. Пысық. Арасында наивный дурачок. Мектепте анау 6 жастан барған балдар бар ғой. Соның бірі көп жерде ойланбай сөйлейді. Балалар бос сөйлей бермеңдерші. Лучше қазақ әдебиетіне кешікпей барайық. Тез тамақ ішіп Сәуле берді, медет тапсырды. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Общий машина. Басқа қайда? Так, Маршалов берді. Айтпақшы, қалған мұғалімдерге айта салыңызшы, тездетсін осы апта соңғы апта. А то Айнагүл Батырқызы ренжиді, сөйлейді. Несіне ренжиді түсінбеймін. Айтқан бүкіл шаруасын істеп жатыр. Әкел деген нәрсесін әкеліп жатыр. Енді Тапсырған тапсырмасын бәрін жасап естіп отырмын, Марс. Саламатсыз ба, қалыңыз жақсысыз ба? Мен әдейісіз тексеріп қарап жатырмын. Наушникпен бәрін естіп отырсыз. Не деген денсаулығыңыз керемет. Ауырмаңыз, сізге әлі зейнетақыға ерте. Осы ортамызда осы күшті болып жүре беріңіз. Төленді ма? Иә. Боссыз, бара беріңіз. Рахмет. Әдебиет деген не? Осыған маған қысқаша бір сөзбен кім жауап бере алады? Тыныш, жамырамай, сендер көпсіңдер. Мен жалғызбын. Руслан, айтшы. Аға қазір Google-дан іздеп көрген, а то бұл сөзбен айта алмаймын. Міне, нағыз оқыған, тоқыған, миында ақыл жоқ адамның жауабы осындай болады.
Қазір сен әдебиетті іздемесең, өміріңнің соңында әдебиет сені іздейтін болады, Руслан. Сен соны қалай түсінбейсің? Ағай, сіз сонда айтқыңыз келгеніңіз әдебиет пен мәдениет егіз деп тұрсыз ба? Қасиетіңнен айналайын, қасиет тап осылай ғой. Қазір біздер мәдениетпен айналыспайтын, әдебиетпен, яғни... Саламатсыздар. Балаларға бір хабар жеткізуім керек еді. Баян Жомарт қызы сынып жетекші. Аварияға тап болып, қазір ауруханада. Жарайды, мен жеткізейін балдар. Айтыңызшы. Ағай, не болды? Бәрі дұрыс па? Баян Жомарт қызы қиын жағдайға тап болыпты. Көлік апатына ұшыраған, қазір ауруханада екен. Мүмкін Ғазияға звондап, одан не істеу керектігін сұраймыз? Точно. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Ладно, бауыр, уақытты құртпай қояйық. Алдымен ауруханаға барып, апайдың қал жағдайын сұрап келейік, е? Қыздар, не істейміз? Айтсаңдаршы, не істейміз? Қалай болды бұл жағдайдың бәрі? Кім біледі, кім болды апайдың жанында? Негізі, апайдың оны жандос болу керек еді. Чё бәрін сразу жандос деп? Потому что сен көп сөйлейсің. Болды. Айғай-шу сен шешпейді. Меньше слов, больше дело. Тамирис айтқандай, ауруханаға барайық бірге. Иә, сол ғой. Баян Жомарт қызы өзі айтып еді ғой, біздің отбасымыз деп. Бізге де балаларымыз деп айтатын. Енді давайте таксимен бара берейік. Өй, немене ойлап қалдыңдар, Бізге біргетін уақытымыз келді. Мектепте ең ұйымшыл, ең мощный класс екен көрсету керекпіз. Мен бармамайтын шығам. Неге? Маған ключи на запад просто. Что за дешевая отмазка? Қуасыңдар ма? Бармасан, бармай-ақ қой. Тамирис екеумізге керек па мынау? Қалай? Такси шақырып қойдым уже, дағалда күтем. Давайте. Тамирис, кеттік. Все, кеттік онда. Баян жағдай қалай? Баян жағдайы өте ауыр. Енді болғанда операция жасау керек. Ол үшін примерно 15 миллиондай ақша керек. Ойбой, бізде онда ақша жоқ қой. Сіз кім боласыз, Баян Жомарт қызына? Күйеуімін. Мы живем одни. Даже если я продам свой дом, мне не хватит этих денег. Сізді түсініп тұрмын. Сколько у меня дней осталось? Примерно неделя. Экзаменге бір апта қалған кезде жағдай осылай болды. Тамирис достарына жаңалық жеткізді. Бірақ оған ешкім сенер емес. Енді оқушылардың шешімі қандай болмақ?